Құрметті талапкер, колледжге құжат тапсырудың бейне нұсқаулығымен таныстыратын боламын. Құжаттар ағымдағы жылдың 25 маусымынан бастап 3 тәсілдің бірімен қабылданады. Біріншісі YouGov электрондық үкімет порталы арқылы, екіншісі колледж Smart Nation порталы арқылы, үшіншісі колледжге қағаз нұсқада тапсыру. Ол үшін сізге электрондық цифрлық қолтаңба немесе ата-анаңыздың электрондық цифрлық қолтаңбасы және де талапкердің сканерленген білім жөніндегі аттестаты, денсаулық жөніндегі анықтамасы, 3x4 сурет, қандайда бір әлеуметтік жеңілдік алатын болсаңыз, сол жөніндегі анықтама қажет болады. YouGov порталын ашып, кіру батырмасын басып, электрондық цифрлық қолтаңбаның біріншісін таңдап, құпия сөзіңізді енгізесіз. Білім бөліміне кіреміз, одан соң колледжді таңдаймыз. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдауға өтеміз. Өтінішті орындау үшін онлайн сұрау батырмасын басып, бірінші қадамдағы деректердің барлығын толтырып шығамыз. Оқу орнында таңдайсыз, қажетті мамандықты белгілейсіз. Сканерленген құжаттарыңызды жаңа файлға жүктеу арқылы тиісті мәліметтерді енгізесіз. Әлеуметтік көмек алатын болсаңыз, сол жөніндегі құжат көшірмесін енгізесіз. Барлық деректерді толтырып болған соң, электрондық цифрлық қолтаңбаның екінші кілтімен қол қоясыз. Осылайша, өтінішіңіз сіз таңдаған оқу орнына келіп түседі. Құжаттар тапсырудың екінші тәсілі колледж Smart Nation платформасы арқылы жүзеге асырылады. Оқуға түсуге өтініш беру үшін колледж Smart Nation порталында тіркелу қажет. Ең бірінші тіркелу батырмасын басамыз. Телефон нөміріңізді енгізіңіз, пайдаланушылардың деректер саясатымен танысқаныңыз жайлы белгі орнатыңыз. Одан кейін жіберу батырмасын басыңыз. SMS арқылы келген кодты енгізіңіз. Құпия сөзді ойлап тауып енгізіңіз. Өзіңіз білетін логин мен құпия сөзді енгізіңіз. Одан кейін жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Өзіңіз туралы мәліметтерді толтыру үшін жеке бетке өтіп, түзету батырмасын басыңыз. ЖСН енгізіп, дұрыстығын тексеріңіз. Жұлдызшамен белгілеген өрістерді толтырып, деректерді сақтаңыз. Қабылдауға өтініш беру үшін басты бетке оралыңыз. Өтініш беру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдауды таңдаңыз. Қызмет алу үрдісімен танысыңыз. Одан кейін қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Сізге сәйкес мамандықты анықтау үшін кәсіби диагностикадан өтіңіз. Нәтижесі ұсынымдық сипатта болады. Талапкер кәмелетке толмаған жағдайда заңды өкіл өтініш береді. Заңды өкіл ретінде жіберу жолын белгілеп қойыңыз. Талапкер туралы мәліметтерді тексеріп, келесі жолдарды таңдаңыз. Жеңілдік және растайтын құжатты тексеріңіз. Білім деңгейі, алдыңғы оқу орны, оқыту тілі. ЭЦқ көмегімен қол қою үшін сізде қол қоюға арналған ЭЦқ кілті, NCLR бағдарламасы, ЭЦқ кілтінің құпия сөзі болу қажет. Біліктілікті таңдау қадамында облыс, мамандық, таңдалған мамандық бойынша біліктілік, таңдаған біліктілік бойынша білім беру ұйымын, оқыту тілін, оқу нысанын белгілеу шарт. Конкурсқа қатысуға өтініш берген кезде оқуға түсушілер қосу батырмасының көмегімен 4 мамандыққа дейін таңдайды. Келесі қадамда міндетті және бейіндік пәндер бойынша бағаларды көрсетіңіз, немесе тексеріңіз, және қосымшамен бірге білім туралы құжатты жүктеңіз. Өтініш жазыңыз және оны порталға жүктеңіз. Келесі қадамда құжаттарды тіркеңіз, қосу батырмасын шертіңіз, пайда болған терезеде плюс басыңыз, сәйкес құжатты таңдаңыз. Келесі батырманы басыңыз. Құттықтаймыз, сіз қабылдауға өтінішті сәтті жібердіңіз. Өтінішті көру үшін өтінішке өту батырмасын басыңыз.